Hey, what's up, достар? Короче, бәріңе сәлеметсіздер, бірге мен Нұриден. Бүгінгі видеода ютуберлерді фотошоптаймыз 2. Енді сіз бірінші бөлімін көрмесеңіз, дәл қазір описанияға сілтемесін қалдырып кетем. Көріңіздер. Короче, достар, видеоның басында көргенде ешкім таяқ жеген жоқ. Бұл жай ғана фотошоп, короче. Достар, мен алдыңғы бөлімде сол ютуберлерді фотошоптағанда, сол ютуберлердің фанаттары маған өте жаман комменттер жазып өтті, өйткені олар неғып олар үшін түрін бөлші қыласын, типа сол сияқты жазды. Өтініш осы видеоға жазбаларыңызды сұраймын, өйткені бұл жай ғана әзіл ретінде түсірілген зат болғандықтан сіздер түсініңіздер деп ойлаймын. Ал кішкене глупенький адамдар сөйтіп сондай жаман заттар жазады. Және мен әр видеомдағыдай үйтпеймін. Және тамағым өте қатты ауырып тұр, так что жай сөйлеймін, өйткені даусым естіліп тұр деп ойлаймын. Бірінші бөлімде сендер маған нормальный лайк жинап бердіңіздер, және жақсы комментариялар болды. Так что екінші бөлімді түсіремін деп шештім. Go! Так, біздің бірінші жертвамыз Темірлан болады. Мен бұны алдыңғы бөлімде де істедім. Так, осы жерде фотошоптаңыз бұны қазір шет-шетін қиқалап, артқы фонын алып тастайық. Кейске бір бұлттардың арасында түсіп тұр розовый. Ойлам, мінекей. Так, бұған енді артына не қойсақ болады, ойлану керек. Так, давайте онда. Короче, біз Темірлан болып өттік, типа қойлардың арасына салып қойдым, типа ауылда жайлауда как раз ана жерде тұмақтың сүйреп тұр. Келесі бізде Алик KZ болады. Дәл қазір бұның біз кішкене бұлай қастарын алып тастасам ба деп қоямын. Короче, бізде келесі дейтін The Brain Maps болады. Бұнға шет-шетін бүйтіп қиқалап кесіп алайық біріншіден. Енді біз тек бір кнопканы басып қалды. Мінекей. Типа The Brain Maps Нұрсұлтанда анау, короче, Астанадағы бір қала ғой, короче, скачать етіп алғым керек. Ал келесі жартауыз ол бізде Влада 4. Окей, Влада 4. Короче, бүйтеміз. Давай бір кнопканы басып, бір кнопканы басамыз да. Oh my god. Мә, бадырақ қыламыз, бодырақ. Ё-моё. Давай енді ернін дәу қылып тастайық. Все, найс, андай бір бетіне түрлі пластикалық операция жасап тастаған қыздар қысаймыз, шашын бүйтіп бірдеңке істеп тастаймыз. Короче, нормас. Келесі кезекте бізде Хайменді барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Бірінші шет-шетін қиқалап алайық. Мінекей шет-шетін қиқалап тастадық, енді бұған біз фон табу керек. Так, біз дейтін Темірлан болатын фонын аламыз да Хайменді қоямыз. Все, енді кішкене дұрыстап тастайық.